Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Математика 1 сынып. Сабақтың тақырыбы нүктелі қағаздағы фигуралар моделі. Оқу мақсаты композицияларды жазық фигуралардың үлгілерінен және олардың бөліктерінен жасау. Тура, қисық, үзік, тұйық және тұйықталмаған сызықтарды, қарапайым жазық фигураларды 3 бұрыш, 4 бұрыш нүктелі қағаздың жазықтығында бейнелеу. Бағалау критерийі. Нүктелі қағазға жазық фигура моделін салуды үйренеді. Ой қозғау, ендеше балалар, бәріміз сұраққа жауап берейік. Фигуралар дегеніміз не? Түзу, кесінді, сынық сызық дегеніміз не? Нүктелі қағазға фигураларды қалай саламыз? Бейнеролик тамашалайық. Ай мектеп. Алан аға, біз бүгін математика сабағында мына фигураларды өттік. Оларды геометриялық фигура дейді екен. Дана, геометриялық емес, геометриялық фигуралар. Иә, геометриялық. Осы фигуралар қалай сызылады екен, үйреніп алдың ба? Иә, сызып көрсетейін бе? Қане, көрсете ғой. 4 бұрыштан бастаймын. Оны сызу үшін алдымен 4 нүкте қоямын. Осы нүктелерді кесінділермен қосамын. Міне, 4 бұрыш шықты. Дұрыс, Дана. Жақсы түсіндірдің. Ал енді жан-жағыңа қарашы. Осы бөлмеде 4 бұрыш заттар бар ма, тапшы? Ана қабырғада ілулі тұрған кесте, сөре, парта, кітап, бәрі 4 бұрышты. Дұрыс, Дана. 4 бұрыштың да түрлері бар. Мысалы, тік 4 бұрыш. Оның қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Ал барлық қабырғалар тең болатын тік 4 бұрыш шаршы деп аталады. Қабырға? Ол 4 бұрыштың қай жері? Қара, 4 бұрыш салу үшін сен қанша нүкте салдың? 4. Дұрыс. Бұлардың араларын қосқан кезде бұл нүктелер бұрышқа айналады, ал нүктелерді қосқан кесінділер қабырға деп аталады. Міне, барлық қабырғалары тең тік 4 бұрыш шықты. Мұны шаршы дейді. 3 бұрышты да осы тәсілмен салуға болады екен ғой. Бірінші нүкте саламын. Содан соң оларды кесінділермен қосамын. Бұлар 3 бұрыштың қабырғалары мен бұрыштары. Жақсы, Дана. Тағы не салдың? Дөңгелек. Тамаша, Дана. Енді мына суреттерге қарап, олардың қандай фигуралардан тұратынын айтып берші. Қыздың басы, көздері дөңгелек. Бантиктері 3 бұрыш. Денесі 4 бұрыш. Үйдің қабырғасы, терезесі 4 бұрыш. Шатыры 3 бұрыш. Шатырдың есігі дөңгелек. Мысықтың басы, көздері, құлақтары дөңгелек. Мұрны 3 бұрыш. Тамаша, Дана. Ал енді мұндағы бос орынға қандай фигура қою керек? Шаршы. Жарайсың, данышпаным. Мынау саған. Қайталайық. Фигуралар. Төрт бұрыш, 3 бұрыш, кесінді, нүкте, дөңгелек,
Шаршы сияқты фигураларды геометриялық фигуралар деп атайды. Төрт бұрыш сызу үшін алдымен 4 нүкте белгілеп аламыз. Одан соң нүктелерді кесінділермен қосамыз. Үш бұрыш та осы тәсілмен сызылады. Төрт бұрыш немесе үш бұрыш сызғанда нүктелердің арасын қосатын кесінділер қабырға деп аталады. Өзара қиылысқан қабырғалардың арасында бұрыш пайда болады. Барлық бұрыштары бірдей және қарама-қарсы қабырғалары тең төрт бұрышты тік төрт бұрыш деп атайды. Барлық қабырғалары тең тік төрт бұрышты шаршы деп атайды. Қымбатты достар, білесіңдер ме? Бізді қоршаған ортаның барлығы әртүрлі геометриялық фигуралардан тұрады. Таныс заттар геометриялық денелерге ұқсас. Бүгін біз геометрия еліне саяхат жасап, геометриялық фигураларды ажыратуды үйренеміз. Геометриялық фигураларды сызықтар мен нүктелер арқылы бейнелеуге болады. Нүкте мен сызықтарды қосатын болсақ, геометриялық фигуралар пайда болады. Білесіңдер ме? Сызықтар түзу және қисық болады. Түзу сызық геометрияның негізгі ұғымдарының бірі. Түзу сызық бір сызықтың бойында орналасқан көптеген нүктеден тұрады. Түзудің басы мен аяғы болмайды. Қисық орналасқан нүктелердің үстімен сызатын болсақ, қисық сызық пайда болады. Кәне, сызықтардың басқа да түрлерін көрейік. Сызықтар тұйықталмаған және тұйықталған болады. Тұйықталған сызықтардың ұштары болмайды. Тұйықталмаған сызықтардың екі ұшы болады. Ал нүктеден не пайда болатынын білесіңдер ме? Нүктеден бастап сызатын болсақ, шексіз сәуле шығады. Сәуле түзу сызықтың бір бөлігі. Сәуленің басталу нүктесі бар, бірақ оның аяқталу нүктесі болмайды. Егер де бір нүктеден екі сәулені шығарсақ, онда бұрыш пайда болады. Бұл нүктені, яғни бұрыштың шыңын бас әріппен белгілейміз. Түзуді және қисық сызықты кіші әріппен белгілеуге болады. Екі нүктемен шектелген түзудің бөлігін кесінді деп атайды. Нүктелерді кесіндінің ұштары дейді. Осыдан қанша кесінді көріп тұрмыз? Кәне санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Осы танысқан геометриялық фигуралардың элементтерін сәйкестендіріп көрейік. Сендерге геометриялық фигуралардың суреттері ұсынылады. Суретке мұқият қарап, геометриялық фигураларды атауы бойынша сәйкестендіріңдер. Айтыңдаршы, бұл қандай геометриялық фигураға ұқсайды? Күн мен гүлге қандай геометриялық фигуралар жасырылды? Үйде шаршылар мен тік төртбұрыштар бар ма? Суреттегі сызық қайда? Олар қандай? Тексеріңдер, тапсырманы дұрыс орындадыңдар ма? Жарайсыңдар. Бүгін біз геометриялық фигуралардың элементтерін ажыратуды үйрендік. Ал ендеше балалар, ары қарай оқулыққа назар аударайық. Біз нүктелі қағаздың көмегімен жазық фигуралар моделін жасай аламыз. Оларға композиция құрастыруға болады. Үйшік. Алдымен оқулықта берілген үйшік қандай геометриялық фигуралардан құрастырылған? Суреттерді жинақта. Төмендегі фигуралардан қандай суреттер құрастыруға болады? Ойлан. Берілген геометриялық фигуралардан көптеген геометриялық суреттер құрастырып шығаруға болады. Шығарып көр. Нүктелі қағазға мынадай қолтырауын суретін сал. Орындап көр. Нүктелі қағазға осындай өрнек сал. Төмендегі шыршаны салу үшін қанша нүктені пайдалану керек?
Осы нүктелерді пайдалана отырып, шыршаны суретін аяқтаймыз. Дескрифторы. Қолтырауының суретін нүктелі қағазға салады, нүктелі қағазға шыршаны аяқтап салады. Әрі қарай оқушылар жұлдыздар шеруі арқылы кері байланыс